Балалар, сендер екі таңбалы санды бір таңбалы санға ауызша көбейтуді білесіңдер. 23-ті 3-ке көбейту үшін біз 23-ті 20 мен 3-тің қосындысы түрінде аламыз. Енді әрбір қосылғышты жеке-жеке санға көбейтеміз. 20-ны 3-ке көбейтеміз және 3-ті 3-ке көбейтіп, екеуінің шыққан нәтижесін қосамыз. Сонда 23-ті 3-ке көбейткенде 69 шығады. Бұл бізде ауызша көбейту. Енді екі таңбалы санды бір таңбалы санға баған түрінде де көбейтуді орындауға болады. Бұл жазбаша көбейту. Яғни 23-ті 3-ке көбейту үшін 23-ті жазып қоямыз да, 3-ті екінші көбейткішті тура бірліктің астынан жазып, көбейту таңбасын қоямыз. Астын сызамыз. Енді 3-ті бірлікке көбейтеміз. 3-ті 3-ке көбейткенде 9 шығады, тура бірліктің астынан жазамыз. 3-ті 10-дыққа көбейтеміз. 3 пен 2-ні көбейткен кезде 6 шығады, тура 10-дықтың астына жазамыз. Нәтижені оқимыз. 23-ті 3-ке көбейткен кезде 69 шығады.